Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін алмалы пирогтың рецептісімен бөліспекшімін. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Шіли ыстық болып кетпеу керек. Өйткені оның үстінен ашытқымызды саламыз. Қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Енді үлкен қасықта бір қасық құмшекерді салып аламыз. Құмшекерді салып, араластырып болғаннан кейін кішкентай қасықта бір қасық ашытқымызды саламыз. Оны да жақсылап салып араластырып алдық. Енді жай-жаймен ұнды салып араластырып отырамыз. Бөлме температурасында алдын ала ерітіп алған 50 грамм сары майымызды саламыз үстіне тағы да. Жаймен араластырып отырып, бір жұмыртқа саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, енді жақсылап қамырымызды илейміз. Үстіне ұнды салып отырамыз. Ұнды қажет еткенше сала береміз. Қамырымыз жақсы илену үшін. Қолдың көмегімен жақсылап илеп аласыздар қамырды. Достар, каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін көріп, лайк басып кетіңіздер. Міне, қамырымыз да дайын болды. Жұмсақ қамыр болады. Бетін полиэтилен пакетпен жауып, ыстық жерге орап қоямыз. Енді қыздырылып тұрған табамызға 50 грамм сары майымызды ерітіп, оның үстіне 1 килограмм алмамызды майдалап турап, сыртын ашып, осылайша қуырамыз. Қайта-қайта осылай араластырып тұру керек. Астына алып күйіп кетуі мүмкін, әйтпесе алмамыз. Оның үстінен енді суы тартылғаннан кейін 200 грамм құмшекерді саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Нен иісі ерекше болып, дәмі басқаша шығып тұрсын деп, кішкентай қасықта корица салдым. Сіздер қалауларыңыз, салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Корицаны ұнатпайтын болсаңыздар, салмасаңыздар да күшті болып шығады. Міне, сулары шығып тұр әлі. Суы тартылған кезде салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала шағып дайындап қойған грецкий орехымыз, домалақ жаңғағымызды 1 стакан ұнда салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, ыстық күйінше қойып қоямыз, астын өшіріп. Міне, қамырымызды ашып дайын болды. Енді ашып дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір кішкентай, бір үлкен қылып бөлеміз. Бөлінген үлкен қамырды осындай формаға қолдың көмегімен жақсылап басып
әдемілеп формасын келтіріп, шеттеріне дейін жайып шығамыз. Жақсылап жайылу керек. Сонда пирогымыз біркелкі болып, шеттері де әдем болып шығады. Дайын болған пирогымыздың үстіне бағанағы начинкамызды саламыз. Ол жермен де түспей қалыпты. Оның үстінен бағана қалдырған кішкентай бөлек қамырымызды осылайша жайып кесеміз. Осылай кесіп, пирогымыздың үстіне осылай қойып шығамыз, шеттерін жабыстырып, енді оның үстінен жұмыртқаның сарысын сүртіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысын сүртіп, оның үстінен күнжіт сүйіп шықтым. 200 градус қызып тұрған пешкамызда 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне әдем болып пирогымыз да пісіп шықты. Бетіне сахарный пудра септім. Сеппесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Дәмі деген өте керемет болған. Балдарыңызға да өздеріңізге де ұнау сөзсіз. Шаймен ішуге, дастарханға қоюға, келген қонағыңызға қоюға да ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ болып, алмалары да күшті болып пісіп шыққан. Ас дәмді болсын сіздерге де.